қайырлы күн. Менің есімім Диханбай Жанерке. Мен осы 2025 жылы Мақсұт Нарықбаев университетіне халықаралық журналистика мамандығына оқуға түскен болатын. Жалпы бұл видеоны осы болашақта халықаралық журналистика мамандығына дәл осы Мақсұт Нарықбаев университетіне тапсырғысы келетін түлектерге арнап түсіріп отырмын. Алдымен видео жайлы қысқаша айтатын болсам, бұл видеода IELTS емтиханы, универ жайлы және одан бөлек ұбт шығармашылық емтихан жайлы айтатын боламын. Мен жалпы осы шығармашылық емтиханынан 130 балдан 123 бал жинаған болатынмын. Және дәл қазіргі таңда бірінші курс студентімін. Мақсұт Нарықбаев университетінде оқып жатырмын. Алғашқы аптам бітті, енді екінші аптаға қарай қадам басып жатырмыз. Сабақтардың барлығы өте керемет, жақсы өтуде, ұнап жатыр. Кілең, мықты, жан-жақтан Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған мықтылармен оқитын болғандықтан сабақтың барлығы қызықты әрі аса бір көңілді күймен өтіп жатыр. Мен оқуға түскеннен кейін бізге осындай бокс берген болатын университет. Мінекей, бұл барлық мамандыққа ақылы оқу бөліміне де және грантқа түскендерге де осы боксты беретін болады. Бұл бокстың ішінде не бар деген сұрақ туындауы мүмкін. Қазір көрсетем. Бокс ішінде мынадай МНУ-дің альбом беріледі, скетчбук секілді. Ішінде суреттерін жасырасыздар, тағы да басқа. Мен алғашқы бетіне welcome пати өткен болатын алдыңғы апта. Содан шыққан суреттерді жайлап жапсырып бастап жатырмын. Және де құттықтау хаты. Құрметті бірінші курс студенті деп басталатын. Бізде welcome letter. Бөлек заттар мына жерде бар. Мінекей. Бұл бізде мерч. МНУ-дің арнайы өзінің бомбері. Артында МНУ, алдында Мақсұт Нарықбаев университет деген жазу бар. Оны қазір мен киіп көрсетемін. Мінекей. Дәл осылай тұрады. Мысалы, мінекей. Өздеріңіз білетіндей, Мақсұт Нарықбаев университетінде халықаралық журналистика мамандығында оқитындардың белгісі түлкі болып табылады. Ал тағы да ВШП, МШ деген мамандықтар, мектептер, олардың өзінің Арыстан, Феникс секілді белгілері бар. Ал біздің осы журналистика мамандығынікі түлкі, яғни Фокс. Мүмкін шығармашылық емтихан қалай өтеді, ұбт-ны қалай тапсырамын деген сұрақтар мазалап жүруі мүмкін. Тіпті әлі мамандық таңдай алмай жүрген түлектер болуы мүмкін араларыңызда. Дәл осы видеоны мен сіздерге арнаймын. Келесі біздің білуіміз керек дүние ол IELTS емтиханы жайлы. Өздеріңіз білетіндей, Мақсұт Нарықбаев университеті соңғы 2 жылда ағылшын тілін растайтын бір тест нәтижелерін міндетті қылып отыр. Яғни, бұл дегеніміз, сіздер міндетті түрде IELTS немесе TOEFL IBT немесе Duolingo секілді тест емтихандарын тапсыруларыңыз керек. Ал мен болсам, осы журналистикаға тапсырардың алдында ақпан айында IELTS емтиханын тапсырған болатынмын. 4 ай дайындалып, жалпы 5-тен 5 нәтижесін алған болатынмын. Халықаралық журналистикаға Мақсұт Нарықбаев универіне түсу үшін сіздер алдымен 4-тен асуларыңыз керек. Аз болып көрінуі мүмкін, бірақ айтар едім, неғұрлым жоғары болса, соғұрлым сіздерге пайдалы болады. Себебі болашақта сіздермен бірге оқитын сіздердің группаластарыңыз өте мықты болып келуі мүмкін. Себебі мен дәл қазір оқып жатқанда, менің қасымдағы оқитын қатарластарымның IELTS нәтижелері өте жоғары. Тіпті 8, 7,5, 7-тен жоғарылар бар. Оқуды бірінші семестрді оқымай-ақ қоям десеңіздер, IELTS 7-тен жоғары болуы керек. Яғни автоматты түрде бірінші сессия, яғни бірінші семестр жабылатын болады. Осы журналистика мамандығын таңдаған оқушылар, түлектер, немесе шығармашылық мамандықтар таңдаған түлектер не тапсырады деген сұрақ туындауы мүмкін. Сіздер ұбт-дан шығармашылық, яғни Қазақстан тарихы мен оқу сауаттылығын тапсырасыздар. Мүмкін 5 пән тапсыруларыңыз мүмкін болады оған. Ішінен 2 пәнді, яғни тарих пен оқу сауаттылығын бөліп ала аласыздар. Жалпы мен тарихтан история әлібекке қатыстым, 3 ай қатыстым. 3 айдағы нәтижем 20-дан 16 жинадым. Ал оқу сауаттылығы 10-да 10 болды. Жалпы ұбт-дан 30 балдың 30-ын жинау керек. Неғұрлым жоғары бал максималды жинасаңыздар, сіздерге ертең шығармашылық емтиханда соғұрлым пайда алып келеді, көмек болады. Шығармашылық емтиханды сіздер өздеріңіз таңдаған университетке барып тапсырасыздар, және сіздерде грант ұбт-ын жазған нәтижесін жазған кезде бірақ универ таңдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Сіздер егер
ағылшын тілін растайтын емтиханды ертерек тапсыр жасаңыздар, соғұрлым өздеріңізге жақсы болады. Себебі ертеңгі күнде мүлдем уайымдамай ұбт-ға дайындала бересіздер. Одан бөлек шығармашылық емтихан қалай өтті, қалай болады, жалпы Мақсұт Нарықбай университетінде қиын ба деген сұрақтар көптеп түсіп жатады. Жалпы шығармашылық емтихан 2 кезеңнен тұрады. Өздеріңіз білетіндей, журналистикада бірінші кезең эссе, екінші кезең сұхбат болады. Бірінші кезең шығармашылық емтихан бізде Нарықбай университетінде шілденің ортасына қарай, немесе ортасына қарай болды, шілденің ортасына қарай. Сіздер егер басқа қалаға барып тапсыратын болсаңыздар, ертерек жоспарлап қойғандарыңыз абзал. Бір нәрсені айта кету керек, барлық университет өзінің шығармашылық емтихан күндерін Instagram желілеріне немесе басқа да әлеуметтік желілеріне алдын ала салып отырады. Соны бақылап барып көріп, хабар алып, тіркеліп, онлайн тіркеліп бара аласыздар. Шығармашылық емтиханынан бірер күн бұрын немесе бір апта, 2 апта бұрын универ өзі журналистика мамандығына, мысалы Мақсұт Нарықбай университетіне алдын ала бір апта бұрын шығармашылық емтиханда, яғни эсседе келетін тақырыптарға ұқсас тақырыптарды береді. Осы бойынша дайындалыңыз деген кеңестер көрсетіледі. Жалпы айтар едім, міндетті түрде сол эсселерді жазып дайындалып барыңыздар. Себебі сол емтиханда келетін дүниелер міндетті түрде сол эссе тақырыптарына ұқсас болып келеді. Бірақ дәл сол деп айта алмаймыз. Басым көпшілігі ұқсас болады. Өздеріңізге үлкен пайда болатын еді. Бөлек айтатын бір дүние, Мақсұт Нарықбай университетінде эссе таңдағанда тек бірақ эссе беріледі, яғни тақырыптардан. Менің естуімше көптеген қазақстандағы университеттерде алдыңызға 3 эссе береді, соның біреуін таңдайсыз деген екен. Бірақ Мақсұт Нарықбай университетінде ондай жоқ. Тек сіздерге бірақ эссе беріледі. Және төрешілер тексерген кезде сіздің аты жөніңіз бөлек параққа жазылады дағыны, сіздің жазған эссе жазған парақ тек нөмірленеді, санмен беріледі дағыны. Төрешілер сіздердің қандай кім екеніңізді білмей, еңбегіңізді ғана бағалайды. Білуімше, Нарықбай университетінде сіздердің емтихандарыңызды 3 төреші болады, сол 3 төреші тексеретін болады. Және әрқайсысы әртүрлі балл қойып, солар ортақ бір балды шығаратын болады. Бұның барлығы бізде бір апта бұрынғы немесе 2 күн, 3 күн бұрынғы сұхбатта айтылған болатын. Алдын ала сіздерге кеңестер беріледі, ол жайлы мүлдем уайымдамасаңыздар болады. Одан соң екінші кезеңде бізде сұхбат болады. Сұхбатта сіздер өз портфолиоларыңызды таныстырасыздар, оның ішінде не бар екен көрсетесіздер, және сол портфолияның ішінен сіздерге сұрақ қоятын болады. Жалпы менің портфолиям осы өзім жасаған болатынмын, 2 күн Canva-мен жасаған болатынмын. Сіздер де түрлі басқа да приложениелер арқылы жасай аласыздар. Жалпы портфолияны қайтып жасайтындарыңызды өздеріңіз білесіздер. Менде мына жерде аздап май болып қалды. Ол кейіннен май болып қалды. Оған мән бермейсіздер деген ойдамын. Менің алғашқы бетім бүгін не айтылса, ертең соның ізі қалады. Сол ізі кім қалдырар деп бастаған болатынмын. Себебі үлкен бір first impression әрқашанда маңызды дегендей ғой. Ал арты осыма дәл осы сәттен бастап деген секілді сөздер жазған болатынмын. Жалпы бір нәрсе айтқым келеді. Сіздердің портфолиоларыңыз неғұрлым жақсы болса, оның ішіндегі жетістіктер жоғары болса, мүлдем қорықпай қойыңыздар. Сұрақтың барлығы осы портфолиоға байланысты қойылады. Болашақта не болатынын білмеймін, бірақ осы. Бізде мен өзім бірінші бетін Бейсен Құранбек, өздеріңізге белгілі журналист кісінің суретімен және сол кісінің сөздерімен бастаған болатынмын. Одан соң мазмұны, одан соң өзім жайлы және менің берген сұхбаттарым жайлы салынған болатын. Мен Түркістан телеарнасына, Айғақ телеарнасына мектеп кезі жүрген кезде телеарналарға жетістіктер бойынша сұхбат берген болатынмын. Одан соң бізде академиялық жетістіктер кетеді, яғни IELTS, Қызыл аттестат және ұбт балдары. Бұл академиялық жетістіктері сіздер портфолиоға салуларыңыз керек. Одан соң шығармашылық жетістіктер. Шығармашылық жетістіктер елбасы медалі, республикалық ғылыми жоба нәтижелері, дебат ойнасаңыздар, дебатты түрлі сондай бөлек дүниелерде сала аласыздар. Одан соң қоғамдық белсенділік және волонтерлық, тағы да басқа қандай белсенділіктеріңіз бар, соның барлығын сала аласыздар. Менде бұл жерде волонтерлық және гитара ансамбль клубында ойнаған жайлы және оны дәлелдейтін суреттер, президент кездерімнің барлығы көрсетілген. Қалалық президентке сайлау кезеңдегі суреттер. Одан соң медиадағы жетістіктер. Мен Майшабинова мектебінің президенті болған шақта сол Инстаграмды дамытқаны туралы салған болатынмын. Одан соң өзімнің YouTube арнам бар, соған өзім белгілі бір тұлғалар жайлы видео салған болатынмын. Сол жайлы тағы да медиа тәжірибеге жібердім. Және оны QR ретінде көрсеттім.
Одан соң мақалалар. Сіздерге бір маңызды нәрсе, мақала болғаны сіздерге неғұрлым жақсы, себебі журналистикаға өздеріңіз білетіндей мақала жазуға, эссе жазуға бейім келеді, ол міндетті болып саналады білуімше. Одан соң менде ғылыми мақалаларымды жалпы көбісі Google, яғни Safari, Google'да жарық көрген болатын, соның QR ретінде көрсеттім, ссылкаға кіріп оқи алады. Одан соң тағы бір мақалам, өзбек әлі жәнібек туралы жазған ғылыми мақалам, осы ғылымға кіріспе республикалық журналда жарияланған болатын, соның сертификатын салдым. Одан соң соңғы жағы, яғни неге мен және неге эмну деген сөздермен келтірген едім. Мына бір сөз оқып кетейін. Себебі мен дайын адам емеспін, мен дамуға дайын адаммын. Менде шаблон жоқ, бірақ менде идея бар. Менде керемет техника болмаған, бірақ мен талай адамға өз даусымды естіртуге тырыстым. Мені біреу итеріп шығарған жоқ, мен өзім шықтым. Яғни сіздер өздеріңіздің қаншалықты мықты екендеріңізді емес, сіздерде қаншалықты талпыныс бар екенін көрсетуге міндеттісіздер. Жалпы айтатын дүние, сіздер егер осы универге тапсырғыларыңыз келсе, ешқашанда қорықпаңыздар. Міндетті түрде қорқынышты жеңу керек, тәуекел жасап көру керек. Хабарнама тіркеле кетіңіздер, себебі алдағы уақытта жатақхана, яғни эмнудың жатақханасына обзор, одан да бөлек эмнудың өзіне арналған видеолар шығуы мүмкін. Сабақтар қалай өтетін жайлы алдағы уақытта тағы да видео түсіретін боламын. Тыңдағандарыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.